Bәріне беріп атыр. Алдында тұрады ғой. Үйде не істейміз ал? Әскерилер бар, төтенше жағдай қызметкерлер түгел бәрі су кіргеннен кейін кірді, келді. Қара шаңырағында осы сырттан балаларымыз келіп, туыс туғанымыз келіп, аунап қунап туған жеріміз деп кетеді. Келіп енді 30 жыл тұрдым осы жерде мінекей. Таң сағат 8-ден бастап осы тасқын су келе бастады. 2 күн қардың суына өзіміздің ауыл тұрғындары қапшықтар қаптап төтеп бердік. Мына үйдің есігі мінекей, үйге кіре алмадық мінекей. Мал ше? Малды сол шығарып үлгердік енді. Төсек оны ешқандай ештеңе алып шыға алмадық. Әлі де құлап жатыр мінекей, қараңыздар. Техника бәрі суға кетті. Бәрі естіре қапты. Дәл осындай 27 баспана бар, кемінде. Құлағаны ма, құламағаны қанша? Құламағаны қаншама да мына жаққа жетті. Мына жердің тереңдігі белден асып кетеді. Көршінің мінекей күн көріп отқан техникасы мінекей. Шығарып үлгере алмады мінекей. Менің үйім 4-5 ақ жыл болды мінекей, ремонт жасаған мінекей. Сағатқа дейін тұрады, сағаттың уақытына дейін тұрады, әлі өлтірістен еді, сағат істеп тұр, міне азық-түлік тамақ, оның түгел жатыр, ішінде ала үлгере алмады, алға алтынды шешем бар, Қостанайға жібердім. 80-нен асқан, 80-дегі анамыздың төсек орындары. Қабырға толығымен опырылып қалған. Бүкіл төсек орын түгел қалды, ештеме алынған жоқ. Дүние боқ, дүние қалды боқ, дүниесі өздерінің аманат, өздері аман қалса болды. Мен түсінген бойынша мына заттар тек біз әкелгеннен кейін ғана алдыңыздар ғой, оғанға дейін бұл жерге келе алған жоқ. Кеше ғана келді ғой, кешке ғана алдық қой. Оған дейін жоқ қой, оған дейін су өтіп жүрдік қой. Сізге рахмет. Сізге рахмет. Осындай не әкеп беріп жатқан. Ауыл көшелерін аралап жүрміз. Мынау Еңсебаев Мұхтар деген кісінің үйі. 5 баласы бар. Мынау Руслан деген кісінің үйі. 7 баласы бар. Бүкіл заттар ішінде. Иесі холодильникте, телевизорде бәрі де. 3 бала шағам бар. 5 немерем бар. Мына көршімнің үйі байқада Руслан үйі ода тегіс бітті. Міне жермен жексен болды. Бұл алтын алқа. Мынау кімнің үйі? Жайлау. 5 балам бар менің де. Балам саған қол тұрға деп қаңғыр. Районда ма? Районда. Торғайда ма? Торғайда. Ауылдың кафесі ғой, Айбол деген кісінікі. Дәулет мырза мына келіп біздің мінекей Жаркөл елі мінекей Қостанай облысы Жангелді Жаркөл Тәуекел осылай осы Жаркөлге. Мына су басып елді көріп отырсыз. Қазір мына шамамен алғанда жоқ дегенде 27 үй кетті ау деймін. Онда көп болмаса кем емес. Айта берсек Жангелді районында шаруа көп айтылатын. Айта беріңіз. Иә. Мына айтып сол көмектен бізде жол мәселесі бір. Сосын мына көріп отырсыз су мәселесі де су кеп жатыр. Ауыз судың өзі бізде тапшы жоқ. Осының өзі зәру болдық осы уақытқа шейін. Кәдімгідей қарды су ішіп отырық. Судың өзін Әулиеатадан алып келген екен, бағана ішетін судың өзін. Солай, бізде су жоқ. Военныйге бізде су алып жатыр қазір ЭГАТтан. Содан кейін мынау енді бізде мынау айтып отырық қой бізде. Мынау Ырғызды жағына дейін газ келсе де біздің ойымыз сол. Ақтөбеден келетін газ. Ақтөбеден газ. Сол жол салынса енді екінші мінекей халыққа осы көмектерін көп бізге баспана салып берілсе осы елдің атынан басқа біз айтарымыз жоқ. Сізге келіп Дәулет мырза сізге рахмат. Енді біз айдап келген газель егер де кеше ана судан өткен кезде мұзға соғылмай радиаторы сынбаса, біз шынымен де Торғай жаққа өтіп кететін едік. Мен айтамын да осы ауылға да мені Құдай айдап алып келген шығар, осы Дәулет осы бір жауапкершілікті мойнына ал дегендей. Енді менің өзімнің тарапымнан енді депутат ретінде басқасы басқа дәл өзім осы көрген ауылды Тәуіш ауылының назар қаламы. Үйдің салыну мәселесінде жаңағы айтқан, одан кейін сіздерде мына түрлі қайырымдылық қорлар бар ғой. Үйден бөлек ішінде қаншама заттар кетті, киім-кешек, техникалық заттар, соның барлығын өкімет тарапынан да өзім назарда ұстаймын міндетті түрде. Сіздер келген кезінде аудан әкімі жүгіріп келді. Оған дейін болған емес, осы жерде зам әкімде де для галочка үшін жүр. Чейстен бір адам жоқ әлі. Мінекей кеше ғана келді, 100 әскери адам. Штаб жоқ. Мен облыс әкімі де келген жоқ. Облыстың замында штаб осы жерде бар Торғайда, бірақ осы келген жоқ әлі. Білмеймін. құлап жатыр, дауыстар шығып жатыр. Көрген жоқ, түсінген жоқ. Бүкіл жарылған тегіс. Міне қазір енді бұны қайта жаңартпаса, мынау істеуге келмейді осы айтқанда. Бізге сол енді баспанамызды салып берсе, басқа ештеңе сұрап жатқан жоқпыз сол.
өйткені бұл табиғи заң, ешкімді кінәламаймыз бұл жерде. Ауылдың халқы кетіп қалмайды, ол жерде байырғы халқы үйреніп қалған. Кеткіміз келмейді. Балалар қалада, олар айтады жүр қалаға, бірақ ол қалаға мен сыймаймын қазір. Депутат қайсы деп түрі ауылдың жеттері өзіміз сияқты жүре береді, айтпаса шамалысы мәй жасырап жиып сұрайды деп спокойно жүре береді. Біртсеппен өзіміз ғой өзіміз. Үйіндегі ең қымбат естелік осы болған ғой, су асып атқан кезде мінекей. Ауылда қанша жыл тұрып жатсыздар? Еспілгел осында біз туған. Еспілгел осындай су болды ма? Болған жоқ. Болған жоқ. Болмаған нәрсе. Тарихта болмаған. Ағынды көріп тұрсыздар ма? Кәдімгі өзен сияқты ағып жатыр. Ағыс күшейіп кеткен сияқты, Аха, бар. Жоқ, малдарын шығарып алдым. Ар жағында орағым, талқайым, піртсем, қоным бәрі ағып кетті. түгел алып кетті. Жасыңыз нешеде апа? Жасым 71-де. 71-де. Осы уақытқа дейін болды ма бұндай су тасқыны? Мұндай өмірі, мен өзім осы жерге келгелі 52 жыл болды, бұндай көрмедім. 52 жылда мүлдем көрмегенсіз. Я келетін жай анау албардың тұсына, туалеттің тұсына, а мынадай білмеймін, мынадай көрмедім. Қазақта бір сөз бар ғой, жалпы амандасқанда мал жаның аман ба дейді. Мінекей. Қараңыздар. Осы сөз еске түседі. Осындай апаттан кейін Аллаға шүкір, уақытында малдарын аман есен қорадан шығарып далаға айдап әкеткен мынау ұсақ малдар. Яғни мал аман, Аллаға шүкір, және де адамның жаны да аман. Бастысы мал жандарымыз аман болсын. Бала кезімізде 1970 жоқ 70 бала кезімде 71 мекен 72-де тасыды. Тап осылай болып. Бұрын Сақпоздың үкіметтің кезінде вертолеттер бомбалайтын анды балар. Қазір жоқ қой ондай. Иә. Жол кетті, су шықты бері қарай. Қайда бар енді су? Сол анау үйге сырады кіріп кетті. Біз жанталасы мына бараны бөгедік. Bir кезде қайтадан не істегеннен кейін мұзда екі тәуіштің ортасын шарып жетті. Әлі енді мынау Қызбелдің суы келетін жақтан. Сосын мынадан келетін су бар да. Ол екеуі үшеуі түйіске әйтеуір аманбыз әйтеуір енді. Енді біреу ғана келіп тұр ма? Кейін мынау ғана келіп тұр ғой енді біздің. Енді келді. Бәке. Бар. Трактор бар. Жаяуда жүрдік, суға да түстік. Атпен де бара жатырмын. Ассалаумағалейкум, көке, қалайсыз? Мына жақта вертолет та көріне бастады. Жайлап ауылға жан кіре бастағандай. Аула осылай. Вертолетында, емшесінде, киіміңде бәрі соңынан келді ғой. Бүгін ғана келді. Түнде сіздер қарай келді етікті. Оған ешкім әкелген жоқ нағана. Жағдай болса? Бала шаға шығып үлгерді ғой. Шығып үлгерді бала шаға. Мал ше? Мал бір 2 жылға кетті, бір 10 шақты қой кетті. 25 жыл тұрдым. Осы жерде не берем бердім. Бақтым. Екі келін түсірдік осында. Екі келін түсірдік. Сөйткен үйлеріміз ғой қайдан қияйық. Бүкіл дүние қалдылар істеген. Бұйырса үкімет арнайы комиссия жасайды бәрін. Қара шаңырағымыз еді. Қара шаңырағымыз балаларымыз үйітті. Басты аманшылығы бар. Айтқандары келсін. Артын қайырым келсін деп отырмын. كلما ألقي فيها فوج سألهم حظ. Бүгінгі бесіміздегі жатқан кандидаттың ішіне өткен барша үлкендікшілер Аллахқа рахматтар, айғырманы шипа берсін. Трактормен негізгі трассаға жетіп алсақ. Жолдарыңыз болсын, Аумин. Рахмет, сіздерге де рахмет. Бұл жерде деген осы жігіттердің арқасында осы біз ауылымызды алып қалдық. Бұл жерде диверсия да бар деп есептеймін мен. Дезинформация деген өте белең алып жатыр. Ол Астанада тұрып біз де байқап отырмыз. Байқаған шығарсыздар. Енді шынымды айтайық, кеше біз Ақтөбеге барғанда да шлюзді әдейі жауып тастаған оқиғалар біз көрдік. Сіздерде де бар. Кейбір үлкен мұнай компаниялары техникалары бола тұра әдейі бермей жатқан жағдайы бар. Неге? Мына қаңғу сөзге кетпеңіздер. Білесіздер, бұның енді 30 жылғы жүйе дейміз, оны ашық айту керек. Ол Назарбаевтың кланы ол ешқайда кеткен жоқ әлі. Ақшаның бәрі солардың қолында. Оларға бұл момент қазір ұрымтал тұсты пайдаланып, елдің ішіне жік салғысы келіп отыр. Бар дүниені өзің бермей отырғандар бар. Сол тыңдап жатырмыз ғой. Тоқаев кетсін деп жатыр. Не болмаса мына бізге де қарсы ақпараттық шабуыл. Қазір бізге митингке шақырып жатқандар бар. Бізге қазір бүлік керек па? Бірлік керек па? Қазір басымыз қосып, ауыз біршілік болмай, ештеңе өзгермейді. Осы нәрсені біз шешіп алуымыз керек. Бірақ одан кейін үлкен бізге кадрлық өзгерістер керек. Ол біз қоғам болып, парламенттің төрінен ол нәрсені біз бәрін талап етуіміз керек. Мына осы кісілер
кеше Құлбаевтың мана қоғамдық тыңдауында Енді, защитник кейбіреулер әлі үшін сол лауазымда жүр ғой. Ақтөбелінде қазақ бөлінген қазір Құлбаев жақ, Құлбаев емес жақ деп. Қазір ырың жырыңды қояк, бәрі президенттің бақылауында, аманаттарыңызды жеткіземіз. 40-қа бөлінбей бір адамның маңына топтасайық ағайын. Еді су жерді қайыстырғанмен елді ешкім қайыстыра алмайды. Халық ол жартас. Содан осы нәрседен аман есен өтіп алайық. Ең басты бірліктен ажырап қалмаңдар қазір. Қалған нәрсені талап етеміз. Брат, мен сені жазбайын.